біз осы қаңтар айынан бері біз жылда қаңтарда шығамыз. Үлкен кісілер, ақсақалдылар, өліп кеткен, қыршыннан қиырылып кеткен, жерім деп, елім деп кеткен балалар, боздақ балалар, қыздар үшін шығамыз біз. Оларға Құран оқуымыз керек, бағыштауымыз керек, қан ағызу керек. Оларға солай ғана шығамыз. Біз басқа ниетпен шықпаймыз. Халықпыз. Халық деген сондай өздерінің үлкендерден сулап өлгендер үшін. Одан кейін екіншіден біздің шыққанымыз, мына Тоқаевымыз сайланғаннан бері біз еш нәрсе қызық көріп атқан жоқпыз. Продукты қымбаттап жатыр. Жер деп осы Назарбаевтан уже Тоқаевқа дейін жерді 2 талон алды халықтан. Сол жердің бірінде көрген жоқ ешкім. Орыстарға беріп жатыр ғой. Инвалид балалар қолдарын жайып, алақанын жайып көшеде жүрген. Оларға да жоқ. Мына біз сияқты көп балалы аналарда да жоқ. Бір үйде 4-5 жан тұрып жатырмыз. Осыны ақиқат жолын іздеп акимат қарап жатқан жоқ. Осындай жағдайларды. Мінекей, ешқашан комиссия шығады деген акиматтан. Міне жоқ. Азыр азық-түлік аспандап баратыр. Оның бәрін көріп жатқан кіші мына семьялар көтере алмай жатыр. Квартирада жүр боздақтарымыз. Міне қаншама боздақтарымыз, жас семьялар қазір жылап квартирада жүр. Не үшін? Сырқа кезінде жақсы екен қайта. Апши житасын береді, міне, жұмысың міне деп. Сондай жақсылық болған. Азыр ондай жоқ. Неге? Ол басшы Тоқаевтан. Тоқаев соған кінәлі. Мына өліп кеткен, осы жақында қаңтарда өлген қазір балалар жатыр түрмеде. Боздап, халықтың балалары жатыр. Сол балаларды кім қарап жатыр? Сотын кім қадағалап жатыр? Ақиқат жоқ, жазықсыз халықтың балалары жатыр қазір ол жерде. Түрмеде жатыр міне. Содан бері не үшін жатыр? Оны жоғарғы Тоқаев есепке алып, сол өліп кеткен балалардың, үлкен кісілердің балалары өлді, қаншама азапқа кетті. Соған кешірім сұрасын Тоқаев келіп. Басшылар келіп кешірім сұрасын. Халықтың балалары қырылды. Және қол төлесін. Сол кезде соның бәрін не үшін сондай жағдайда қалды? Тобырлар орыстан әкеп тұрып, атқызған Тоқаев Россиядан кіргізіп. Неге олай болып жатыр? Қазақтың өзінің елінде неге жүре алмайды? Неге жүре алмайды қазақтың батырлары, балалары? Елдер жүру керек Қазақстанда. Кең тәуелсіздік уағында. Бұл дұрыс емес. Онан кейін продукты жағын қадағаласын. Әлде де қадағаласын. Содан кейін жаңағы үйлер беріліп, жаңағы жалғызбасты аналарды қарасын.